Келесі 766 есебіміз. Есепті шешіңдер, оған кері есеп құрастырыңдар және шығарыңдар деген. Бағасы 660 теңге тұратын кәмпиттен 2,5 килограмм. Яғни 660 теңгелік кәмпиттен 2,5 килограмм оған. Ал бағасы 580 теңге тұратын печеньеден 1,5 килограмм сатып алған екен. Барлық заттың алынған бағасы қандай дейді. Яғни барлығы қанша деп тұр, е? Сонда 660-ты көбейтеміз 2,5-ке. Сонда кәмпит үшін берілген ақша шығады. Ол бізде 1650 теңге болады екен. Ал 580-ді көбейтеміз 1,5 килоға. Оның бағасы 870 теңге шығады екен. Енді екеуіне де құртқан ақшаны қосайық. 1650 қосылған 870 нәтижесі тең болады 2520 теңге. Сонда жауабы барлығы 2520 теңге жұмсаған екен. 767 есебіміз. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі берілген екен. Көлемі тең 12,33 сантиметр куб. Ал ұзындығы бізде 2,11 сантиметр. Ал биіктік берілген. Биіктігі 4 сантиметр екен. Енді табу керек біз енін. Ал көлемін табу формуласын жазайық. Ол тең бізде, яғни А деп отқанымыз ұзындық, Б деп отқанымыз ені, көбейтеміз H, яғни H биіктікке тең болады. Енді осы жерден енін табатын болсақ, яғни В дедік қой еніне, В тең көлемін бөлеміз А көбейтілген H-қа, яғни ұзындығы мен биіктігінің көбейтіндісіне. Енді көбейтіп алайық бірінші. Ол деп отқанымыз, мына А мен H-тың көбейтіндісін табамыз. Ол дегеніміз 2,11-ден 4 көбейтілген биіктігіміз 4-ке тең. Нәтижесін табайық. 11, 22 қоссақ 26 болады. Көбейтілген 4. Қысқармайды, алымына көбейтетін болсақ 104, бөлшектің бөлімінде 11 саны шығады. Енді көлеміне бөлейік осына. Көлемі бізде 12,33-ден 4 шыққан, бөлеміз 11-ден 104 санына. Тең 33 санын өзін жазамын. Бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ 400 шығады. Бөлшектің бөліміне 104 санын түсіремін де, алымына 11 санын қоямыз. Қысқарады 3 болады. Қысқарт жіберейік. 13 болады. Алымында 50-ге тең болады. Сонда бөлшектің бөлімі 39 болады. Алымы 50 болады. Бұрыс бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырайық. 1,39-дан 11. Бұл бізде ені. Енің сонда 39-дан 11 сантиметрге тең екен. Келесі 768 есептің біріншісін шығарайық. Бірінші сан 40,30-дан 13-ке тең екен. Ал екінші сан бірінші саннан 21,3-ге кем дейді. Сонда екінші санды табу үшін 40,30-дан 13-тен азайтамыз.
21,3'tü. Сонда нәтижесі тең болады. Ортақ бөлім береміз 3. Бүтін сандарды қысқартатын болсақ, 19-ға тең болады. Бөлшектің бөлімі 30. Ал алымында 13 азайтылған 9. Оның нәтижесі тең болады. Сонда 30 болады. Алымы 4-ке тең болады. Бұны қысқартсақ болады. 2 санына қысқартамын. 19, бөлшектің бөлімінде 15, алымда 2-ке тең. Бұл бізде екінші санымыз. Енді бірінші және екінші санның айырмаларының мәнін табыңыздар дейді. Ол үшін сонда 40 бүтін, бірінші санымыз 40 бүтін, 30-дан 13-тен азайтамыз. Екінші санымыз 19 бүтін, 15-тен 2. Ортақ бөлім береміз. 30 санынан 2 болады. Бүтін бөліктерді азайтатын болсақ 21-ге тең болады. Бөлшектің бөлімі 30, алымы 13 азайтылған 4. Сонда 21 бүтін 30-дан 9-ға тең болады. Оны қысқартатын болсақ 21 бүтін, бөлшектің бөлімінде 10, так 3 болады. Яғни азайтылғандағы нәтиже 21 бүтін 10-нан 3-ке тең. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 10-нан 3-ке тең болады екен. Келесі азайтқандағы нәтиже, мынау бізде екінші санымыз екен. Екіншісін шығарайық. Бірінші сан дейді. Ол бізде 54 бүтін 3-тен 4-ке тең. Ал екінші сан бірінші саннан 39 бүтін 15-тен 2-ге кем дейді. Мұнда екінші санды табу үшін 54 бүтін 3-тен 4-тен азайтамыз. 39 бүтін 15-тен 2-ні. Ортақ бөлім береміз. Ол 15 санынан болады. 5 болады. Бүтін бөліктерін азайтатын болсақ, так 15-ке тең. 15. Бөлшектің бөлімінде 15 саны болады. Алымда 20 азайтылған 2. Сонда 15 бүтін 15-тен 18-ге тең болады. Бөлшектің алымы үлкен болып қалды. Бүтін санға береміз. Сонда 16 бүтін 15-тен 3-ке тең. Ал 15 пен 3-ні қысқартатын болсақ, 16 бүтін 5-тен 1-ге тең болады екен. Бұл бізде екінші санымыз. Енді екі санның қосындысын мәнін табыңыздар дейді. Қосындысын мәнін табу үшін 54 бүтін 3-тен 4-ге қосамыз 16 бүтін 5-тен 1 санын. Ортақ бөлім болады бізде. 15 санның өзінен 3 болады, 5 болады. Бүтін бөліктерін қосатын болсақ, 70-ке тең, бөлшектің бөлімі 15-ке тең болады. Сонда 20 қосылған 3. 70 бүтін 15-тен 23-ке тең болады екен. Ішінде бір рет бар. 71 бүтін 15-тен алымында 8-ге тең болады екен. Сонда жауабы 71 бүтін 15-тен 8-ге тең екен. Келесі 769 есеп шығарамыз. Біріншісін шығарайық. Ұлудың жылдамдығы 5 дециметр минут. 6,4 сағатта ұлу қанша жол жүреді деп сұрапты. Бірінші 6,4 сағатты біз минутқа айналдырып алайық. Ол үшін 6,4-ді көбейтеміз 60-қа. Сонда 4, 24, 25 болады. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жатырмын. Көбейтеміз 60-ға. Қысқартайық. 15, 15 болады. Енді 15 санды 25-ке көбейтетін болса, 375 минут болады. Енді 5-ті көбейтеміз. 375. Сонда нәтижесі тең болады бізде 1875. Бірақ бұл бізде дециметрге тең болады.
осы жерде біз метрге айналдыру керек. Сонда 187,5 метр болады. Сонда жауабы 6,4 сағатта ол 187,5 метр жүреді екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Пойыздың жылдамдығы 84,5 км сағат болса, онда 3,5 сағатта қандай жол жүреді дейді. Көбейте саламыз, яғни 84,5 көбейтеміз 3-ке. Оның нәтижесі тең болады 290,175 километрге. Келесі үшіншісін шығарайық. Автокөлік 35,2 км сағат жылдамдықпен 2 сағат 30 минут және 56,4 км сағат жылдамдықпен 3 сағат 20 минут жол жүрді. Автокөлік барлығы қанша километр жол жүрген дейді. Бірінші жүрген жол табу үшін, яғни S1 деп жазайық, ол дегеніміз 35,2 км сағатты көбейтеміз 2 сағат 30 минут, яғни сағатқа айналдыратын болсақ 30 минут дегеніміз жарты сағат, сонда 2,15 сағат болады екен. Сонда ол 88 километрге жүрген екен. Бірінші жерде. Екіншісінде 3 сағат 20 минут. Оны сағатқа айналдыратын болсақ 60-қа қосуымыз керек. Сонда 3,3 сағат болады. Сонда 3 сағат 20 минут дегеніміз ол біздің 3,3 сағатқа тең екен. Енді екінші жолды білу үшін S2 дегеніміз 56,4 көбейтеміз 3,3-1-ге. Оның нәтижесі тең болады. Сонда аралассанды 10 бөлшекті аралассанға айналдырып жазайық. Сонда 56,4 аралассанға айналдыратын болсақ, 564 болады. Көбейтілген бөлшектің бөлімінде 3, 9, 10-ға тең болады. Қысқартып жібереміз. Сонда 564-ті 3-ке бөлетін болсақ, 188 километрге тең. Яғни біріншісінде 88 километр, екіншісінде 188 километр жүрген. Енді барлығын табу үшін S1 мен S2-ні қосамыз. Сонда нәтижесі тең болады. S-тен 88-ді қосамыз 188-ге, нәтижесінен 276-ға. Сонда барлығы 276 километр.